Бүгінгі сабақта санның стандарт түрімен танысамыз. Өмірде, ғылымда өте үлкен сандармен немесе өте кіші сандармен жұмыс істеуге тура келеді. Мысалы, мына алтыларыңызда жазылып тұрған өте үлкен сан күннің диаметрі жол шамамен алынған. Ал екінші жазуда су молекуласының диаметрі көрсетілген. Бірінші жазылып тұрған сан ол өте үлкен санды өрнектеп тұр, ал екіншісі өте кішкентай санды өрнектеп тұр. Осы сандарда стандарт түрде жазу. Яғни біз бірінші тұрған санды стандарт түрде жазуды біз бұрыннан білеміз. Оны мына формула бойынша жазатымыз. Яғни бұны стандарт түрде жазу үшін А көбейтілген 10-ның n дәрежесі формуласымен жазушы едік. Мұндағы А саны 1-нен 10-ның арасында жататын сан. Яғни үтір таңбасынан алдында тек қана бір цифр болатындай етіп жазамыз. Яғни бірден кейін үтір таңбасын қоямыз. 339 санын жазамыз. Көбейту 10-ның енді үтір таңбасын осы жерге жазу үшін біз үтірді оңнан солға қарай қанша орын жылжыттық, соны санаймыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 10-ның 9 дәрежесі деп жазатынбыз. Бұл бізге бұрыннан белгілі. Ал енді ең аз шаманы стандарт түрде қалай жазамыз? Оны жазу үшін жаңа өзіміз айтып өткендей, үтірден кейін үтірдің алдында тек қана бір цифр болатындай етіп жазамыз. Сонда қанша нөл бар мына жерде? 3, 6, 7 нөл бар. Оны стандарт түрде жазу үшін 3 көбейту 10-ның, енді мұны біз 10-ға қарай үтірді жылжытатын болғандықтан минус таңбасымен жылжытамыз. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни минус 8 деп жазып көрсетеміз. Яғни өте үлкен шамаларды 10-ның натурал дәрежесі түрінде, ал өте кішкентай аз шамаларды 10-ның минус, яғни теріс натурал көрсеткішті дәреже немесе теріс бүтін көрсеткішті дәреже түрінде көрсетеміз. Стандарт түрдегі сандарды көбейтуге және бөлуге мысалдар келтірейік. 3,2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі стандарт түрдегі сан, екінші шашадағы 2,7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі стандарт түрдегі сан. 2 стандарт түрдегі санды қалай көбейтеміз? Ол бірінші 3,2-ні 2,7-ге көбейтіп аламыз. 3,2-ні 2,7-ге көбейтіп аламыз. Ал 10-ның 3 дәрежесін 10-ның 5 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 3,2-ні 2,7-ге көбейтсек 8,64 шығады. 8,64 көбейту 10-ның 3 дәрежесін 10-ның 5 дәрежесіне көбейтсек 10-ның 8 дәрежесі шығады. Ал 8,64 көбейту 10-ның 8 дәрежесі өзі стандарт түрдегі сан. Ондайша осылай өзгеріссіз қалдырамыз. Енді осыған ұқсас екінші мысал. 9 көбейту 10-ның 2 дәрежесін 1,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесіне көбейтейік. 9-ды 1,5-ге көбейтіп аламыз. 10-ның 2 дәрежесін 10-ның минус 5 дәрежесіне көбейтеміз. 9-ды 1,5-ге көбейтсек 13,5 шығады. Ал 10-ның 2 дәрежесін 10-ның минус 5 дәрежесіне көбейтсек 10-ның минус 3 дәрежесі шығады. Бұл енді стандарт түрде тұрған жоқ. Себебі үтірдің алдында 2 цифр тұр. Біз бағана анықтамасында айтып кеткеніміздей, стандарт түрде жазу үшін үтірдің алдында 0-ден өзге тек қана бір цифр болу керек. Олай болса, үтірді бірден кейін болатындай етіп орналастырамыз. Онда 1,135 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі деп жазамыз. Осы 13,5-ті көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді соңғы екі өрнекті көбейтсек 1,135 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі болады. Енді бұл санның стандарт түрі болады. Енді стандарт түрдегі сандарды бөлу.
2,7-ні 0,3-ге бөліп аламыз. Көбейту 10-ның 4 дәрежесін 10-ның 7 дәрежесіне бөлеміз. Сонда 2,7-ні 0,3-ге бөлсек 9 болады. Көбейту 10-ның мына жерде 7 дәрежесі минус 3 дәрежесі болады. Себебі 4 дәрежеден азайтамыз 7 дәрежені, минус 3 дәреже болады. 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді соңғы мысалға назар аударайық. 1,3-ті 6,5-ге бөлеміз. 10-ның 5 дәрежесін 10-ның минус 3 дәрежесіне бөлеміз. 1,3-ті 6,5-ге бөлсек 0,2. 10-ның 5 дәрежесін 10-ның минус 3 дәрежесіне бөлсек, негізі бірдей дәрежені бөлгенде негіз сақталып дәрежелер азайтылады. Азайтудағы минус пен 3-тің минусы плюс болады да 10-ның 8 дәрежесі болады. Бұл енді стандарт түрде тұрған жоқ. Бұл жерде 0,2 болып тұр. Ендеше 2 бүтін көбейту 10-ның минус 1 дәрежесі деп жазамыз. Яғни 0,2-ні 2 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесі деп жаздық. Көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Яғни 10-ның минус 1 дәрежесін 10-ның 8 дәрежесіне көбейтсек, 2 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі түрінде болады.